Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода дәл осы жастықты құраған кезде шетінен қалып отырған қиындыларды іске асыратын боламыз. Осы валик жастықтың тігілу жолы қызықтырса, жоғарыдағы немесе описаниядағы сілтемеге өтіп видеоны қарасаңыз болады. Кез келген матаны алып, жолақтарды үстіне түс үйлесімділігіне қарай қоя отырып, зигзагпен қосып шығатын боламын. Мінекей, видеоға мұқият болыңыздар. Барлық жолақтардың бір тегіс түсуі ең бірінші жолаққа байланысты. Сондықтан ең алғашқы жолағымызды осылай инемен түйреп, екінші жолақты қоя отырып, міне зигзагпен бір-біріне қосып аламыз. Жолақтарды қосу үшін де, әдемілік үшін де әдей ашық түсті жіпті алдым. Бұл жерде барлығын қазір сары түсті жіппен қосып шығамын. Барлық жолақтарды қосып алсақ, енді шетін бір тегістеп аламыз. Мінекей. Достар, өздеріңіздің тіккен маталарыңыз ұнаса, астар тікпей-ақ осылай қалдырсаңыздар да өзінше бір әдемі болады. Енді замокты қазір орнатып аламыз бірінші. Замогымызды әдемілеп орналастырып алған болсақ, мінекей ішіне қарай аударып, бір тегістеп, қазір мына жерін екі бұрышын төрт бұрыштап кесеміз. Мінекей. Осылай. Екінші жағында дәл осы бағытта екеуін бірдей етіп кесіп аламыз. Болды. Екі шетін бірінші тігіп аламыз қосып. Шеттерінде шығып тұрған жіптер болса, осылай бір тегістеп алып, түзу тігіспен бір тігіп, және барлығын зигзагпен қайтарып шығамын. Екі шетін тегістеп тігіп алсақ, мінекей жаңағы қиған бұрышымызды дәл осы видеодағыдай етіп қиғаштап тігіп шығамыз. Достар, қазақ тілді контентті қолдау ретінде лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар.